Иә, Алла берді. 50-ден өтіп 60 жасадық дегенде мен естіген жоқ өз басым. Міне сол не алдаймыз енді? Жаңағы енді балаларды өсірдік, оны өсіргеннен кейін енді олардың балалардың өзі үйленіп, олардың немере көріп жатыр. Енді сол өз балаң жаңағы өскенше, немереңді өлгенше деген енді сол немерелердің қызығын көре берейік, соны көруге жазсын. Барлықтарыңызға да сондай не тілек тілеймін. Міне осындай қуанышта кесе берейік, күліп ойнап жүре берейік. Болды мен әлі кешке бізге келеді енді. Ұрлығыңа шейін айтсың бәрі. Анау 10 класста ауысқандар жаңағы эстафетада кілтті береді, ол жаңағы кілт 20-30 кілт бар сақырлап жүреді. Ол ненің матрастың астында келіп отта жатады. Мен анам тамаққа тоймағандай, анау бір қызық бізге еді. Тоймағаннан емес. Қызық көреміз, оны жаңағы ашамыз. Сабақ береді. Тамақты анау баспа құтты басады, анау подпис қояды, сөйтіп теріс қаратып не қояды, болды, сосын аны сыртын шүбірек бұнарады. Оны менің бір көкем жаңағы запқыз, маған бала ана нені продуктілерді кіргіз дейді, ана тығылдақ немен ақ келеді. Сосын мен тасып үстелдің үстінде подпис қоя береді. Подписті қойып, ана неге бет кесіп қалған қайшымен. Біреуін қалтаға салып аламын, шығады. Сосын тағы ол енді ол кісі мен кіргізгесін, нан береді, май береді, нан жесін береді. Енді ақтың оны ақ кетеміз. Онда ғана ақымай, сосын жаңағы жұрттың бәрі ұйықтайды. Сосын ұйықтауға жатқаннан кейін барып, сосын жаңағы ашамыз. Сосын жаңағы керегімізді аламыз да, комнатқа барамыз, терезені бәрін әдемімен тұтамыз. Соны 6 ай істедік. Сонымен енді не түскенде жалы бар. Осы мынау құлып бұзылмайды, анау қағаз жыртылмайды. Не кем шығады. Кем шығады. Соның Жүніс Үпенов деген воспитатель болып келді. Қалды қызда бар ғой? Неге? Школ интернаттан келді. Сол ойымызда шынтығы жоқ қой, баламыз. Есікті тұтып тастағанымызда, бәрі жатқаннан кейін, сосын есікті ішінен ел аламыз да, жаңағы ортаға үстелге шығарамыз енді. Нан, күмшекер, кейбірде консерв болып қалады. Солай ортаға қойып, соны бөліп, сосын тағы қарап өтпей, әңгіме айтамыз, күліп етін шығармыз. Сосын ана аң деп жүріп, қақ бес, әрбір ашпай десек болмады. Енді ана жастықтың астында біреу тәрлекені алып кетіп, біреу ана өз жастығында әбірені ғалапсыз, шықна үстеліміздің шашылғанды қарап отқанымыз жоқ. Содан аштық, соны көрді. Сол алдақты сол болды, сосын жаңағы. Сендерге енді неғмай-ақ қояқ енді осыны қойыңдар деді. Осыны қойып кетті. Осында шулап кетеміз ғой. Тұрдым да! Әсия болмағаныма шүкір. Тұрдымдар дейтін. Шыл болатынбыз қайттан шырын. 3 минуттан қайттан. Мына класстастар. Қазір сыныптастар дейтін болды ғой. Бұл өзі біздің кезімізде сынып деген жоқ. Класстастар. Ол сыныптастар тілің деген дейді. Сынып деген сөз не сөз? Арабтан деген сөз емес. Мағынасы жоқ деймін. Арабтан келген бәле емес пе? Өзбектен келген бе? Білмеймін, сынып. Болды, класстастар. Басымызды қосып басымыз, Құдай қаласа, осы 22-ші, 15-і деп өзі Алла Тағаланың бір бұйырған күні болады, 15-ін Нұрхан болдыртпай тастады. Мені қатыспайтын десеңдер, 15-ні істей беріңдер деді. Сосын амал жоқ, 22-сіне қыздардың айтқан істепті. Жаңа айтып жатыр ғой, амал жоқ. Қыздардың айтқандарын қатты сыйлай кетеді. Ол шынында рас ол қыздардың қатты сыйлаймыз. Бар жоғы 10 қыз еді. Оның неше өмірден осы неше қыз қалды? 27 қыз. Ол қатты сыйлаймыз. Баяғыда сыйлайтын тұғымыз. Мектепте жүргенде. Басымызды қосып жатырмыз. Мұна біз Асекең Асанбек бишара марқұм болды. Марқұм болғаннан кейін, жылынан кейін ба, жоқ, 40-нан кейін ба, білмеймін, ұмытып қалдым. Бір бардық айтып, осы ауылдағылар да. Өзіміз жиналып, сол жерде ораза айтты ма,
Жоқ, сәкең әйтеуір біреуімізден келді да, бір не идея келді да. Мынау осындай азайып бара жатырмыз, Әметхан болса кетіп қалды, пәлен төен кетіп қалды, Сәйділә кетіп қалды. Енді қалғанымыз болмаса бір 2 айда бір болса да басымызды қосып тұрайық деп. Осы Оразалыдан келдім ба? Жоқ, сәкеңнен келдім, әйтеуір біреуінен келді. Өзімізден келді да, сол жерде 5-6 баладан. Асекең қайтыс болғаннан кейін. Сонымен отыратын болдық. 2 айда бір рет пенсия алғаннан кейін, пенсиямыз 12-сінде, числоның 12-сін аламыз. 12-сінен кейін, сонан кейін, 3-4 күннен кейін маған звондайды, мен келіншегім ісменмен жұмыс істейді больницада. Ісменде жоқ па, қай күн? Сен белгіле күнді, маған белгіле деді. Регулировщик сен болдың ғой? Иә, регулировщик. Маған звондайды бірінші. Сосын ойбай, пәлен күні болсын, болды. Сонымен сөйтіп қазір қосылып жүрміз, уже 3 жылдай болды. 3 жылдай болды. 2 групп кетіп қалды уже. 2 айда бір болғасын, 7-міз неміз ғой, 7 адамбыз. Кім бар, жаңағы Ұлбосын бар, Асанбектің үйіндегі құрдасы. Сонымен сөйтіп басымызды қосып жүріп, осындай 50 жылдықты өткізіп, оған уже 1 жыл болып қалды, я? Бастағанымызға 1 жылдай болып қалды уже. Ойбай, осындай, содан бастап, бірінші іздедік, анаусымын аяқтап, бәрін жинап келіп, осы тоқетері осы ғой енді. Құда қаласа бүгін болып жатыр, басымыз қосылып жатыр, 30 жыл болған мен Әзизаны, Гүлнарды, Нұрханды көрмегеніме 30 жыл болған. 30 жыл, 20 жылдан кейін көрген жоқ, 2-3 көрген жоқ. Сапарғалиді 95-тен кейін көрген жоқпын, соның өзінде мұна не бар, қарағасын мен танымай қалдым. Екеуміз бірге жүргенбіз ғой, Қызылордада жұмыс істедім ғой мен. Сені танып қайтып алдым. Жоқ, кейіннен кейін айтты ғой, түсіндім. Сөйтіп жаңа Қалдыгүлді айтып жатыр. Ерсін енді шамалы денсаулығы қайттан түзеліп, Құда қаласа жазылып кетсін, Алла шипасын берсін, емін берсін. Бәрімізді әйтеуір осы жүрген өздеріміздің амандығын тілейміз ғой. Бәрімізде айнақта жүрсек деп, бәрінің амандығын тілейміз әйтеуір. Құдай қаласа деп, бәрі аман болыңыздар, деніміз сау болсын. Енді өз басыма келсем, өзімнің 6 ұлым бар менде қыз жоқ. 6 ұлым бар, 6 ұлымның 4-еуі үйленді. Екеуіне қыз керек. Екеуіне қыз керек, оны әнеугін айтсам, Тұрсын айтады, Тұрсын қайда? Ой, қыз жоқ қой, шығайсыңыз. Қыздың бәрін құрттық қой. Құрттық қой дегенде күйеуге тиіп кеттік. Ол немерелер оған жас дейді, кішкентайдан немерелер. Үлкен ұлым 98-ші жылға, онан кейін үйленбеген аяқтанбағанды. Анасы биыл 10-ші класты бітірді. Келіншегім жас қой менің сосын. Өзімде жаспын ғой. Сақалың болмаса. Арабес, қоға лайк басын. 65 жас екесі ғой, дейді. 66-сы ба, 65-сіз ба дейді да ма. Қақың 65, 52 мынан, ояқта көрген пойызда келе жатсақ, кішкентай кез, 2 баламда. Ұлжан жаныңда бар шығар, Ұлжанға қарап сізді айтады ғой. Жанымды тыстамай ғой. Ана 20 жылға келгенде 17 жасында қандай сондай болып тұрды ғой. Не жақсы Еш өзгермейді. Сонымен сөйтіп, пойызда келе жатырмыз, кішкентай балам бар, 2 балам бар, 2 ұлым қасымызда. Пойызда өтсек, немерең бар, немересін ес, балам. Қой немереңіз ғой дейді, балам дейді, сұрасам өзінен. Мынауың дейді, папам дейді. Папам ғой дейді, 2 балам да. Соғысап сөйтіп өмір сүріп жатырмыз, Құда қаласа. Мен де көрмеген жерім жоқ әйтеуір. Алмалықта істедім, сельхоз управлениеде бітіріп келгеннен кейін 5 жыл жұмыс істедім Мұсақановтың қолында. Мен негізі Мұсақановтың тәрбиесін көрген адаммын. Соның тәрбиесі 5 жыл берген тәрбиесімен әлі осы күй, сол күй келе жатыр. Біреуден бір тиын да алмаймын, еш нәрсе де алмаймын, пара деген бәлеге да опша қарсымын да, беруге де қарсым. Беруге қарсы болғанда қалтаңда еш нәрсе жоқ, нейді бересің. Сөйтіп өмір сүріп жатырмыз. Алмалыққа келіп 5 жылдан кейін главинженер болдым. Жаңадан совхоз аштым Алмалықтан. Онда бір 4 жыл істедім, сосын Қызылордаға ауысып кеттім. Қызылордада 20 шақты жылдай істедім. Содан ауылға қайтып келдім, осы әңгімен өзінің қысқасы алdım. Түмнарыма қайтып. Hocam ғой сен тартып тұрған. Сашканы етпейсің. Сашкан бар ғой, адам несен.
Ayda bir osundaydı. Mahat Saşkan'da. Osundaydı sonunda. Adam mesela anlatsam bilmeyin değil mi onu? Aramızda da isteyim. Начальник отдел bu. Aramızın direktörü bayağı Abdikarim var mı İsa'da? Akon birinci kat soның kүйеу баласы. Өз институтта сабақ берген. Bir совхозда істеп жүрген кезде Минскке бардым семинарға. Сөйтсем сол жерде көрдім главный инженер екен. Сосын амандасып танысып кеттім ғой жаңағы әңгімелесіп өйтіп қашты істеп жатсың деді, алматы істеп жаттым главный инженер. Мен жақында арамызға директор болып барамын деді. Соны маған кесінші. Соны соған бардым ғой. Ережеп, серт деген. Соған бардым, сөйтіп сол ырымызда жұмыс істеп жүрмін. Сашка сол жерде, сол участоктың жаңа базар, ненің бәрі участковый. Участковый, иә? Қызылордада ма? Қызылордада. Участковый капитан. Звание с капитан. Содан сол магазиннің қасында, ырымызының магазині дейді, магазин бар, заводтың қасында. Иә? Сонымен ана не магазин ырмызыға қарайды. Мұнаның отыратын жері опорный пункті. Біздің ненің несі, зданиясы. Сол территорияда зданиясы. Соның анда сонда бір аптада бір рет, екі аптада бір рет екеуміз кездесіп қалып шақырады. Bir yerden bir butulka tavuk koyuyorsun, fayda şey var mı? Faydasını tavuk koyuyorsun. Sonrasında yakıyoruz, şişemiz. Keyti bir butulka şişemiz, keyti iki butulka şişemiz. Jayımıza getirip, o gözlüğü var, sol gözlüğü arak dedim. Kazır arak. Taz arak mı? Aha, taz arak var. Onu bilmeyeyim bakayım. Arak ama sizler tazaslar. Biz tazamız, dursa aytat mı? Dursa aytat mı? Eninin dursa aytat. Son bir günü oturup, işim oturup. Екеуі бір кешке ғой. Екеуіміз бір ішіп отырмыз, соғын екі бөтін ішті қалдым. Мынау айтты, Сашкада. Әділ сенің витризветілден бірақ шығасың, бірақ шығарам мен сенің. Артыңа қара дедім, мен витризветіл. Өзім шашқам ғой, айта берем. Содан жүрдім, бір ай өтті ма, жарым ай өтті ма, білмеймін, бір күн секретар шығып, кабинетке. Сен директор шақырып отыр. Соны бармайын ба директорге? Бардым не болды деп, секретаршы келді, шақырып жатыр деп, директорге алып, алма бір қазды, аяқтарын жеп, бойында мынандай қып-қызыл паласасы бар екен. Витризветілден кетті де, қағаз. Бірақ сен жатқан жоқсың ғой? Жатпағасың, бірақ қағаз Кеген ғой енді. Сәрсенбаев Әділхан туған жылы күні айына шейін бәрі тұр ғой. Заводта не болып істейтін, заводтың адресімен, поштамен келген ғой заводқа. Не мынау деп лақтырып жеп, квартираға өшіп кетіп қойған. Квартира алып берем деді, бір-екі жылда квартира алып берем. Спешный квартира алып деді де, Абдикаровтың күйеуі баласы ғой, да қойым бірінші қас. Сөйтіп, мен болған жоқпын, жұмыста болдым ғой бүгін. Барған жоқпын, айта бересің де сен. Барып апара бережені алып келем, қазір барып берем, витризветілге. Одан зуылда витризветілге бармайын ба? Бардым, не бір қағаз кепті маған. Сашкаға бармайсың ба? Сашканы білмеймін. Ойында жоқ. Істеп жүрген ойында. Ойында жоқ қой. Сашка ойында жоқ. Ол дөрт деп жүрген жоқ қой. Мынау не сен? Кім жіберген мынаны дедім. Сосын сержант шақырып алды әкел кітап деп. Дәу бір кітап берген. Мынау күнде азанда барады екен да анаған. Менің территориямнан ешкім витризбеге түскен жоқ па деп отчет алады екен да ана жерде. Күнде барып азанда алады екен да. Білмеймін ғой. Сосын барып нөмірім көп, орыстың фамилиясы тұр. Кет оқым. Мынау бас болып фамилия. Бұл өтірік, нәқі Петрухин, сен бір Сәрсенбаев деп жазасың да. Қалай бұл мынауын бізге? Сонымен суретін алып келді, сөйтсем суретке түсіреді екен аған жерде. Деп отырған деп бір еткізеді екен. Сосын суретті қойып қояды екен сөзін. Суретін алып келді, отыр орыс жаңағы. Сосын жазып берді, фамилиямен осындай адам түскен, опровержение жазып берді да, Сәрсенбаев Әділхан болған емес ол. Қалай болғанын өздері де білмейді да. Мен де білмеймін, ол апам даңқтан, мен даңқтан дегенде. Сонымен келмеймін ба? Қағазды алып, опровержениесін. Директорге келдім, келгеннен кейін директор айтты, сатып алдың ба деді. Жоқ. Сәке сатып алған десе, мынау жазылып тұр ғой. Мақұл деп қоя салып.
Soğan bir gün tағы екеуміз кездеспейміз жаңағы анан. Орыста алып. Вытрезвитель қалай екен? Соған шейін ойыма келіп. Қалай екендігі оңай. Сашка айтады, вытрезвитель қалай болып кетті ма? Бұл білген ғой түспегесін өзі барып реттеп алады деген ғой. Ойында да ешнәрсе жоқ. Senin oyunda da yok. Менің ойында. Соңғы кезде бар ойында. Үйіндегі әжімді мысалы. Оңаш апай. қызым Оңаш апай. Гүлмира. Оңаш құрдас. Гүлмира. Өзгермеген ба? Мынау рахмет сендерге. Сонау жаңа өзеннен қазанда. Білдірмейді ғой. Қалай алады сол. Қазанда Айекең отыр екен, мен барсам. Сапарғали екеу. Оған бергел дейді, мияқты отыр дейді. Сосын келім келіп ет дейді. Соны апкелем қазір. Мына деніміз сау болсын, осындай басымыз қосыла берсін, 50 жылдық, 60 жылдық burada қаласа келді. 60-ы бар, 70-і бар, Алла жете берсін солға. Үйлеріңізде, отбасыларыңызда жақсылық бола берсін. Енді Алла, кеше Матжанның қызы кетіп жатыр, Алланың да ол бір жіберген сынағы шығар. Мен осыны жіберейін, көрейін. Қалай болады екен, бұл қандай әңгіме айтар екен, маған қарсы әңгіме айтар ма екен, жоқ Құдайға шүкір деп айтар ма екен деп, ол да бір Алланың жіберген сынағы ғой енді. Бәріміздің басынан өтіп жатқан сынаққа келген адамбыз біз. Содан пенсияға шыққаннан кейін мешітте әжіп